Трамп Путинмен кездесуінен кейін алғаш рет жай-жапсарды айтты. Ол Зеленский қалап тұрса, бір-ақ күнде соғысты тоқтата алады дейді. Түсіндірейін. Бүгін Трамп пен Зеленский Вашингтонда кездеседі. Оған Еуропа лидерлері де қатысады. Мәселен, Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен, Ұлыбритания үкімет басшысы Стармер, Германия канцлері Мерц, Италия, Франция және Финляндия басшылары да барады. НАТО бас хатшысы Марк Рютте де кездесуде болады. Ал бұған дейін Трамп пост жариялады. Онда ол Зеленский НАТОға кіруден бас тартса және Қырымнан да бас тартса, онда соғыс бірден тоқтайды деген мәлімдеме жасады. Сондай-ақ Трамп Обаманы 12 жыл бұрын Қырымды бірде-бір оқсыз беріп қоя салды деп айыптаған. Енді ол атаған екі шартқа тоқталайық. Украинаның Ресей 2014 жылы заңсыз аннексиялаған Қырымнан бас тартуы және ешқашан НАТОға кірмейтініне келісуі, бұл Владимир Путин соғысты тоқтату үшін қойған талаптарының қатарына кіредіміз. Вашингтонға бүгін түнде келген Зеленский де жазба жариялады. Ол біз бәріміз осы соғысты мүмкіндігінше тез әрі сенімді түрде аяқтағымыз келеді деп мәлімдеді. Оның сөзінше бейбітшілік ұзақ мерзімді болуға тиіс, бұрынғыдай болмау керек дейді ол. Бұл сөзмен ол Украина Қырымды да, елдің шығысын да және Донбасты да амалсыз беріп қойғанын айтып отыр. Ал мұны Путин жаңа шабуылға себеп ретінде пайдаланып кеткен. Естеріңізде болса, 1994 жылы да Украинаға қауіпсіздік кепілдері берілген, бірақ олардың ешқайсысы сақталмаған. Енді Трамптың Қырым туралы мәлімдемесі неге ойға қонымсыз және кереғар екенін айта кетейін. Путин бұған дейін бірнеше рет Қырым жабылған тақырып және талқылауға жатпайды деген. Ол бұл позициясын талай рет қайталады. Тіпті келіссөз туралы сұрақтар көтерілген кезде де Қырым мәселесі қаралмайды деп кесіп айтқан болатын. Енді мұнда ойланатын екі мәселе бар. Біріншіден, Трамп бұл мәселені неге көтерді? Онда бұл ішкі келіссөздердегі Путинмен өткен жариялап отыр деген сөз. Яғни Путин жария түрде жабық тақырып деп айтады, бірақ жабық форматтағы келіссөздерді оны шарт ретінде қояды. Трамп болса сол жасырын жағдайды жария етіп отыр деуге болады. Ал екінші нұсқа бойынша Трамп өзінің саяси мүддесіне орай бұл талапты Путиннің талабы ретінде көрсетіп отыр. Яғни бұл толық түрде дәлелденбеген, Трамптың сөзіне негізделген мәлімдеме болып отыр. Сондықтан оның шындыққа қаншалықты сай келетіні белгісіз. Осылай соғысты бір күнде тоқтатамын деген Трамптың бұл мәлімдемесі кезекті бір интерпретациясы секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.